Биыл Қызылорда гарнизоны жыл қорытындысы бойынша республикада үздіктер қатарынан көрінді. Бұл әскери қызметшілердің антына адалдығын айғақтап, жоғарғы қолбасшылық бекіткен тапсырмалар тап тұйнақтай орындалғанның нәтижесі. Сондықтан еселі елдік мерекесінде отан қорғау жолында қажырлы қызмет атқарып жүрген сала мамандары марапат төрінен көрінді. Егемендік елдіктің тірегі, еркіндік айғағы, осы баға жетпес құндылықты құнттау барлығымызға борыш. Әсіресе әскери қызметшілерге артылған жүк ауыр. Оларға тәуелсіздікті қызғыштай қорып, ел шебін жаудан қорғау міндеттелген. Сыр бойындағы сарбаздар мен сала мамандары сол сенім үдесіне селкеу түсірмей келеді. Биыл еліміздегі әскери құрылымдар арасында Қызылорда гарнизоны үздік атанды. Сондықтан осы жетістікке үлес қосқан әскерилер мерейлі мерекеде мінсіз қызмет үшін медальмен марапатталып отыр. 2021 оқу дайындық жылын 66-597 әскери бөлімі өшірді Қызылорда гарнизоны орналасқан оңтүстік өңірлік қолбасшылығы арасы әскери құрылымдардың арасында бірінші орынға қол жеткізіліп отыр. Қазақстан қарулы күштерінің арасында құрлық әскерлерінің ішінде бірінші орынға ие болып отыр. Ол мынау жас өспірімдердің қазіргі қорғаныс саласында еңбек атқарып жатқан балалардың патриоттық сезімдегі жауапкершілігі және еліне деген адалдығы белгісі деп танимын. Алдымызда ардагерлеріміз және де қазіргі сапта тұрған әріптестеріміз бәрін мынау 30 жыл толу тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бағамдасақ, Қорғаныс министрлігі тарапынан берілген мінсіз қызметі үшін медалінің мәртебесі үлкен. Демек, жауапкершілігі де зор. Сап түзеген сарбаздар мен сақа мамандар мұны жақсы түсінеді. Олардың қатарында күрделі салада ерлермен қатар еңбек етіп, нәзік болмыстың мықтылығын көрсетіп жүрген жандар да бар. Нелия Нәбиқызы солардың бірі. Ол әскерилерге психологиялық көмек көрсететін орталыққа жетекшілік етеді. Өз ісін мінсіз атқарған мәртебелі маман бір мезетте бірнеше марапатқа ие болды. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде 15 жылдан аса қызмет жасап келемін. Бүгін сол аса еңбегіміз бағаланып, марапатқа ие болып жатырмыз. Қазіргі уақытта менің міндетіме жас сарбаздарды әскери қызметке талдау, іріктеу жүргізу жұмыстары кіреді. Қиыншылығы әрине ер азаматтармен бірге иық тіресіп жұмыс жасау, әйел азамат болсақ та, бірақ та еліміз үшін, жеріміз үшін аянбай әлде де қызмет өтіп келу. Салтанатты шарада сала ардагерлеріне де ерекше құрмет көрсетілді. Әскери қызметте ұзақ жылдар еңбек еткен бірнеше азаматқа мерекелік медальдар табысталып, өмірлік өнегелері тыңдалды. Жауапты құрылым озаттары марапатталған шырайлы кеш концерттік бағдарламамен қорытындыланды. Қазақтың елі, қазақтың жері.